Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, әрі адам ағзасына өте пайдалы холодец жасайтын боламыз. Яғни қазақша атауы дірілдек деп жатады, бірге жасайтын боламыз. Ең әуелі сиырдың аяқтарын жақсылап жуып, үстіне толтырып су құйып, бір рет қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін суын төгіп тастаймыз. Сонда сіздердің жаңағы холодецтеріңіздің иісі шықпай, әдемі болып шығатын болады. Бір қайнаған суды төккеннен кейін екінші рет таза су құйып, тағы да қайнатамыз. Не болса қайнап шыққаннан кейін көбігі шығады. Уже екінші рет қайнағаннан кейін көбігі өте аз болады. Осылай көбіктерін алып, баяу отта 6-7 сағат бойы қайнататын боламыз. Соның арасында қалауыңыз бойынша осылай сәбіз салсаңыздар да болады. Мен бір сәбіз салып жібердім. Міне 6-7 сағат қайнап шыққаннан кейін сәбізді аламыз, піскен сәбізді. Міне осылай аяқтар өте жұмсақ болып шығады. Пышақпен тексерсеңіздер болады. Баяу өте ұзақ қайнағандықтан өте жұмсақ болып шығады. Міне барлығын алып, сорпасына дәміне қарай тұз саламыз. Және де 2 сарымсақты осылай өткізіп жібердім, ұсақтап. Сосын қалауыңыз бойынша лавр жапырағы, қара бұрыш салсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Осылай бір бұрқ етіп қайнатамыз да, сосын қақпағын жауып қоясыздар. Оған дейін суған күтеміз, кішкене жылуы керек. Оған дейін жаңағы сүйектен етін ажыратып, осылай барлығын турап шығамыз. Менде үйде бөлек піскен ет болатын, оны да турап қосып жібердім. Ет қоссаңыздар да болады. Мен осылай барлығын турап дайындап қойдым. Енді сорпасын кішкене жылып қалды. Ішіндегі барлығын осылай ситамен аласыздар. Жаңағы чеснок, лавр жапырағы барлығын осылай теріп алып, осылай бетіндегі майын алып тастадым. Өйткені майлы болып кетеді. Сол себепті осылай майын алсаңыздар болады. Енді барлығын орналастыратын боламыз. Әсемдігі үшін осылай жаңағы піскен сәбізді, және де бөдене жұмыртқасын қойдым, және де аскөкті салып, әдемілеп әсемдеп шықтым. Ол қалауларыңыз бойынша жасасаңыз да, жасамасаңыз да болады. Осылай үстіне жаңағы турап алған етті, жаңағы аяқтың еттерін барлығын саламыз. Үстінен сорпасын құйып, бір түнге жаңағы холодильникке салып қоясыздар. Ертесі күні дайын болады. Мен қалған осылай үлкен ыдысқа дайындадым. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай кесеге, қонақ келгенде осылай кесеге қойсаңыздар болады. Әр тарелкаға ұсынған кезде өте әдемі көрінеді. Дәл осылай алып, төңкеріп қойсаңыздар, өте әдемі дірілдек дайын болды. Қараңыздар, адам ағзасына өте пайдалы, әрі өте дәмді. Каналым ұнап жатса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып қойыңыз.